Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге 10 минутта табада пісірілетін пиццаның видео рецептісін ұсынатын боламын. Достар, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Егер видео қызық болса, жасап көргілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіздер. Осы рецепт бойынша жасап көрсеңіздер, өте дәмді пиццаларыңыз сондай жұмсақ дәмді болып шығады. Және де біз ең бірінші жұмыртқа, тұз, қант, шөйін жақсылап араластырып аламыз. Қанша мөлшерде керек, оны описаниеге видеоның астына қалдыратын боламын, достар. Шөйін жақсылап араластырып аламыз. Тұзымыз, қантымыз ерігенше, және де қаймағымызды қосып аламыз. Жақсылап қосып, қаймақты біркелкі әдемі масса шыққанша араластыратын боламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай. Міне одан кейін ұнымызды қосатын боламыз. Керекті мөлшерде біркелкі әдемі тесто шығады. Қаймақ сияқты, қою қаймақ сияқты болып сондай тесто шығады. Міне біркелкі әдемі қою сондай тесто шықты. Және де мен үкіштен өткізіп, сырымды дайындап қойғанмын. Және де детский сосиски қосам. Мен сондай дәмді өте керемет болып шығады. Сосиски, бір сосиски қостым. Кішкентай пицца шығады. Және де егер де көп мөлшерде жасағыларыңыз келсе, осы рецепті 2 есеге көбейтіңіздер, сонда 2 дәмді пицца шығады. Және де табаларыңыз жапсатын болса, көп мөлшерде май құйып, майды жағып, табаға әдемілеп біркелкі етіп, осылай тестаны жақсылап жайып шығамыз табаға. Табаның астын басып қоямыз. Жай отта пісу керек, астын басып қоясыздар. Және де міне қызанақтарымыз саламыз. Ең бірінші кетчупымды жақсылап жағып алдым. Одан кейін міне қызанақтарымды жақсылап салып шығамын. Одан кейін сосискаларымды саламын. Колбаса қоссаңыздар да болады. Үйде бар заттармен жасасаңыздар да болады. Мен сосиски қостым. Және де енді бетіне жақсылап сырымызды сеуіп шығамыз. Біркелкі әдемілеп. Міне біркелкі әдемілеп сырымызды себеміз. Кез келген сырдың түрін қолдана берсеңіздер болады. Жай отта қақпағын жауып 10 минутта піседі. 10 минутта пісіріп аламыз. Өте төмен жай отта пісіресіздер. Міне қақпағын жауып қойдым. Міне пиццамыз дайын. Өте дәмді, жұмсақ, әдемі пицца болып шықты. Және де достар, каналымда басқа да видео рецепт түрлерін көрсеңіздер болады. Егер осы видео рецепт түрі ұнаған болса, комментарий қалдырып, лайк басып кетіңіздер, достар. Өте дәмді, жұмсақ пицца шықты. Жасап көріңіздер.